Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті 4 ай Баласинфо көрермендері. Бүгінгі үндеу тағы да Жетісу облысының әкімі Бейбіт Өксікбайұлына және Жетісу облысындағы білім басқармасының басшысы Айжан Маманқызына осы үндеу жолданады. Мен сіздерге жалпы Жетісу облысындағы білім саласын толыққанды тексеру керектігін осыдан бірнеше күн бұрын айтқан болатын өз репортажымда. Оның міне дәлелінің біріншісі мінекей қолымызға алынды. Яғни қазіргі кезде міне Жетісу облысы бойынша мемлекеттік ішкі аудит тексеріс жүргізіп, Мойнақ ауылындағы нөмір 23 мектеп директоры Мусекенова Айгүл Таласбайқызы, ол кісінің яғни осы күнге дейін өзінің түсініктемесінде дәлелденген мінекей ішкі аудит тексеру жүргізіп, ол жерде нақты жаңағы водитель дейміз ғой, жүргізушінің жоқтығы, жоқ болған күннің өзінде жүргізуші ол табелде бар, яғни жалақысы заңды түрде жүріп тұрған, бірақ жүргізуші Боранбаев өзінің түсініктемесінде өзінің жалақысын мектеп директоріне беріп тұрғандығын өзі дәлелдеп тұр. Оны жаңағы жалақыны шын мәнінде директор ханым өзі алып тұрғандығын тағы да дәлелдейді. Яғни бұл дегеніміз не? Менің жеке пікірімше, бұл алдын ала сөз байласу арқылы мемлекеттің қаржысын жымқыруға ұқсайтын көрінеді. Енді егер бір мектепте осындай жаңағы жағдай болып жатқан болатын болса, Мойнақ мектебі кішкентай ғана ауылда осындай заң бұзушылықтар болып жатқан болатын болса, басқа да облысымыздағы барлық мектептерді толыққанды тексерсе, бұдан да өткен заң бұзушылықтар бар екеніне мен сенемін. Яғни оны тексеру керек. Яғни бұл заң бұзушылықтарды алдын алу мақсатында үлкен тексеріс жүргізсе, сол кезде ғана бұл заң бұзушылықтар тоқталады деп ойлаймыз. Содан үміттеміз. Бейбіт Өксікбайұлы, біздің облысымыздың көптеген мәселесін өзіңіз шешіп келе жатырсыз, шешіп келдіңіз де. Енді осы білім саласына Айжан Маманқызына енді назарда ұстап, осы бір мәселені толыққанды тексеру керек. Мына бетте Мойнақ мектебінде қараңызшы, аудитті тексеріп жүргізіп, осындай бір заң бұзушылықтар шыққандықтан басқа мектептерде не болып жатыр? Соны біз айтқанымыз үшін неге журналистер кінәлі болып жатыр? Неге жан жақты бұл есепшілері бар, білім бөлімінің көптеген директорлер бірігіп өте үлкен бір дүние жасап жатыр екен? Осы заң бұзушылықтарды алдын ала тоқтату үшін, жалпы мына жемқорлықты тоқтату мақсатында біздер бұл мәселені қалдырып қоймауымыз керек. Егер Мусекенова ханым заңды білгеннен, білместіктен, енді әртүрлі жағдай шығады ғой қазір, жаңағы зерттеу барысында мәселені, бірақ дегенмен де заң бұзылды ма, әркім заң шеңберінде жауап беру керек деп есептейміз. 730 мың теңге жалақы бір жылда төленген екен. Егер 730 мың теңге мемлекеттің қаражатын алуға кім рұқсат берді? Кезінде біздер жасамаған дүние үшін бүкіл тағдырымызбен жауап беріп кеттік емес па? Ал неге нақты дәлелденген нәрсе үшін ешкім жауап бергісі келмейді? Сонан кейін Мойнақ мектебі негізі білім бөлімінің басшысының айтуы бойынша өте үлкен үміт артылып отырған мектеп екен. Бұл мектеп директоры дейді, өзінің жаңағы білім беру бағытында аса бір құрметті директорлердің бірі екен. Яғни ол жақтан мықты болатын болса, заң бұзушылық жағынан да мықты екені міне қағаз дәлелдеп тұр. Сонымен егер де біздің жаңа Қазақстанға енгеніміз ақиқат болатын болса, заңның алдында бәріміз бірдей екеніміз ақиқат болатын болса, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың саясатын біздер шын мәнінде жүзеге асыруға ұмтылып, сол саясатты шын мәнінде орындауға бет алсақ,
осындай заң бұзушылықтарды барлығы тоқталады деген ойдамын. Журналист ақиқатты айтқан үшін кінәлі емес. Халық әбден ашынғандықтан осы ақиқатты айтып шырылдауда. Халықты да ол үшін жаңағы жан-жақтан төмпіштеп, халықтың жаңағы Мойнақтың халқын шындық айтқан шырылдап жүрген жігіттерді отырса опақ, тұрса сопақ қылды дейді. Содан кейін басқа да заң бұзушылықтар алдын алып жатыр екен. Енді бұл Мойнақтың білім саласын ғана тексеріп, сол жерден ғана бір кішігірім осындай қателіктер табылды. Енді басқа да проблемалары көп екен Мойнақтың. Яғни бұл материалдан кейін тағы да бір материал әзірлеп жатырмыз. Сол заң бұзушылықтарды алдын алу мақсатында облыс әкімі Бейбіт Өксікбайұлы өзіңіз үлкен комиссиямен жаңағы сол кішкентай ғана Мойнақ ауылына барып, сіздермен бірге үлкен бір тексеріс жасайық деген ұсыныс бар менде. Халықтың жан айқайын тыңдайық. Ол да біздің Қазақстан Республикасының толыққанды азаматтары мен азаматшалары, жастары, елім жерім деп еміреніп жүрген жастар өте көп. Сондықтан сізге өтініш, осы үндеуді ресми арыз деп қабылдап, сол кішкентай ауылдың өзінің халқының жан айқайын тыңдауға барынша ұмтылсақ, бізде бір жаңа Қазақстанның бір белгісі ретінде, дәлелі ретінде сол тексерісті жасап шығуымыз керек деп ойлаймын. Үкіметке берілген машине. Қандай машинені ол айдайды сонда? Мен өз машинамды айдаймын. Мен жаңа жаздым ғой объяснительныйда. Но я его приглашаю, когда мне нужно, когда моя машина. Получается, он на вашей машине ездит? Я езжу сама на своей машине. Его я вызываю тогда, когда технические неполадки с моей машиной. Я все в объяснительной написала.